Сәлем достар, сіздермен Әсел. Бұл видеода сүзбелі сочниктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі тез дайындалатын сүзбелі сочниктердің қамыры өте жұмсақ болып шығады, әрі дәмі де тіл үйреді. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 210 грамм ұн, 50 грамм қант, 100 грамм сары май, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш және кішкене тұз қажет болады. Құрғақ және таза ыдысқа құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын қосып араластырамыз. Содан соң сары майды кішкене бөліктерге бөліп, құрғақ қоспамен бірге араластырамыз, яғни крошка жасап шығаруымыз керек. Содан соң бір жұмыртқамызды қосып, қолмен жақсылап қамырымызды біріктіреміз. Қамыр дайын болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Ал енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 200 грамм сүзбе, бір жұмыртқаның сарыуызы, 20 грамм қаймақ, 30 грамм ұн және 50 грамм қант қажет болады. Барлық ингредиенттерді бір ыдысқа салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін қамырымызды алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамыр қолымызға жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп, шамамен 2-3 мм қалыңдықта қамырымызды жаямыз. Содан соң қамырдың ортасына 2 ас қасық сүзбелі салмадан салып, қамырдың шетін біріктіреміз. Сочниктерді духовкаға салмас бұрын жұмыртқаның сарысын араластырып, әр қайсының бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сүзбелі сочниктеріміз дайын болды. Енді әдемі ыдысқа салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қымбатты достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта сіздерді қызықты видео рецепттеріммен қуантатын боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздерге сәтті күн тіледім.